көңіл күй сыйлап, сәттілік тілейік. Һәм 1, 2, 3. Қайырлан ұстазым, қайырлан достарым, қолымызды ұстайық, жылылықты сыйлайық. Доброе утро, учитель, доброе утро, друзья. Посмотрите друг на друга, пожелайте. Қай топтың шатыры әдемі екен? Биік екен шатыры, биік. Жақсы, мына топтың шатыры әдемі екен. Жақсы. Сіздер 1-ші орынға орналасыңыздар. Сіздер 2-ші орынға, сіздер 3-ші орынға жақын жерде. Өткен сабақта біз не өттік балалар? Өткен жұма күні. Қандай тақырыпты өттік біз өткен тақырыпты? Жақсы, отбасылық мерекелерді. Ал мен енді отбасылық мерекеде ой пікір себетін алып келдім. Мен әртүрлі мерекелерді атаймын, сендер қол көтеріп жауап бересіңдер. Жарай ма? Ал дайынбыз ба? Кеттік. Балаға ат қою. Отбасылық мереке. Қандай отбасылық мереке? 1-ші ме, 2-ші ме? 1-ші. Отбасылық мерекенің себебін саламын. Жақсы. Келесі. Мен ауыстырайын. Кән жаңа жыл дейді. Отбасылық мереке. Жақсы. Сау кесу. Отбасылық мереке. Отбасылық мерекелерімізді құттықтаймыз. Соңғы мереке қалды. 7-ші мамыр отан қорғаушылар күні. Мемлекеттік. Жақсы. Мерекені жақсы білген екенбіз де балалар. Енді отбасында жүріп, біз өзіміз осындай үйде тұрып, біз отбасылық мерекені жақсылап атап өтетін болса, бүгін біздің ең жақсы жаңа сабағымыздың тақырыбы не болды екен балалар? Үй. Менің үйім. Ал енді менің үйім. Бүгін сендер немен танысасыңдар? Баспанамен танысасыңдар. Өз мекен жайларыңды жазып үйрене кетесіңдер. Өз мекен жайларын ауызша білесіңдер ма? Енді бүгін сендер соны жазып үйренесіңдер. Ал олай болса, сендерге сәттілік тілеймін. Америкада үйді вигвам типи қоғам. Яғни бұл дәстүрлі үй. Бізде қазір бұрынғы ата-бабамыздың тұрған үй киіз үй болса, Американың үйі осындай болған екен, Америкадағы үйлер. Ал келесі, қараңыз, Бразилиядағы хижина, лашық, ең алғашқы үйлер осындай болған екен. Ал келесі, Гренландияда иглу үйі. Қараңыз, неге бұндай үй? Себебі тропиктік жағдай тұратын табиғи жағдайына байланысты, өздерінің сол табиғи ауа райына байланысты, өздерінің осылай үй салған екен. Неден жасалған үйді? Мұздан жасалған, көріңдерші. Оның мұздан да жасалған үйдің іші жылы, адамға жайлы болады екен. Ал келесі, Ресейде бізге таныс. Көрші мемлекет. Бұл қандай? Изба деп аталады. Ағаш үй. Дұрыс айтасыңдар. Ал Испаниядағы үйді қараңдаршы. Палеоса дейді. Қараңдаршы, қандай жерде салынған. Ең алғашқы үйлер, дәстүрлі үйлер осылай салынған екен. Қытайдың үйлерін қараңдаршы, кемеге ұқсайды. Фанзай деп аталады. Ерекше балалар үйлері. Келесі, Украинада хата, там дейді екен. Үйлердің түрін қараңдар, балалар әдем бар. Қыстай ма екен? Бәрі әдем екен. Сендерге ұнап жатыр ғой үйлері. Ал мынау біздің киіз үй. Бірақ жазуды қараңдар да, Қырғызстанда, Монғолиядағы киіз үй немесе қар үй дейді екен. Ал бізге таныс па бұл үй? Таныс. Ал олай болсын. Қалған саны 30-ға дейін жеткен. Осыдан кейін шаңырақты көтереді. Қазақтың өмірінде шаңырақтың маңызы зор. Шаңырақ үй әулет мағынасында да пайдаланылады. Оны қара шаңырақ деп атайды. Ол бала әке шаңырағының иесі мұрагер болып саналады. Киіз үйдің басқа себептері ескірсе жанартады, ал шаңырақты жаңартпайды. Әдетте шаңырақты үй иесі ер адам көтереді. Шаңырақты көтергеннен кейін уықтарды шашынан, уықтың кенже басына байланатын жағы шорпақтар болып келеді. Ол табалдырықпен маңдайшадан тұрады. Ал есіктің екі жақтау ағашы таяныш дейді. Оған сықырмауық орнатылады. Сықырмауық киіз үйдің өте әшекейленіп жасалынатын. Мына жуынатын бөлме, көріп тұрсыңдар балалар, мына балалар бөлмесі, мына ұйықтайтын бөлмелер. Екінші топтың. Жақсы, қазір өздерінің ғылыми зерттеу бойынша өздерінің жобамен, ой пікірлермен бөлісесіңдер. Ал үшінші топ.
Үшінші топ, сендердің атауларың қандай балалар? Ағаш. Ал енді ағашты көрейік. Балалар өте ұзақ мерзімді жасалған видеоролик. Мен сендерге қысқарт көрсетемін. Не әкелді орман, не кетіп үйдің? Шатырына кетіп. Үйіміз аяқталып қалды ма? Жақсы. Енді балалар, үшінші топ ағаш үйді қазір қорғайды. Жақсы, дайындалып отырамыз. Мына қанша қабатты деп ойлайсыңдар? Көп олар, енді көп қабатты үйде адамдар қанша адам тұрады? Желіден қарағанда адам саны оған көптеу болады. Көп қабатты үйдің ішінде барлық нәрсе жағдай жасалған, жарық, жылу, адамға су келеді, барлық жағдай жасалған. Біздің арамызда көп қабатты үйде тұратындар бар ма балалар? Міне, бар көп қабатты үйде тұратын, көп қабаттың ауласы, міне, жолы, ойнайтын орны мына жер, дұрыс па балалар? Көлік тұратын тұрағы болады екен. Мына көп қабаттың жанына қарағанда сыртқы келбеті. Бірінші топ шығарған. Ал бірінші топ келіңдер. Бірінші топ келе қойыңдар. Ал өздерің киіз үй туралы не естідіңдер жаңа құлақпен? Сол туралы айтып алдына тұрмаймыз. Зерттеу жұмыс бойынша балаларға қарап тұрамыз. Бексұлтан. Ал мен сұрақты бастаймын. Ал кремді қазір бұрында не деп айтатын еді? Теке? Текемен бірінші орын ауыстыру керек. Ал мына жылқы, мыналар неге тұр? Бұлар не? Қой. Ал бұлар неге тұр? Ал ата-бабамыз бұрынғы тұрған баспанасы деп аталады деп, иә? Дұрыс айтасыңдар. Ал ата-бабамыз не өсірген? Қандай шаруашылықпен айналысқан? Мал шаруашылығымен айналысқан. Не өсірген? Жылқы, қой. Иә. Ал енді қойдың, жылқының пайдасы бар ма? Бар. Не алады олар? Жылқыдан ет алады. Қойдан сүт алады. Май алады. Енді біздің ата-бабаларымызға өте ыңғайлы болған неліктен? Өйткені олар Көшіп қонуға ыңғайлы болған. Қай жақта су бар, қай жақта қоныстанғанда жылы, ыңғайлы, жайлы болғандықтан жайлауға барған кезде қыстауға, жазда жайлауға барғанға ыңғайлы болғандықтан естеген көшіп ыңғайлыға болсын қойған. Ал жақсы, отырамыз. Ал келесі екінші топ келе ойындар. Сендер маған қорғайтын жер үй туралы. Қазір жер үйді қоямын. Нұринен баста. Тыңдалым. Сендер ма? Жақсы. Аша, тағы не айтасың? Мардан? Айтсаңдаршы. Жерліктен қана кірпіштен құралып бітті ма емес сонымен? Кәусар айтамын. Олар тағы да балалар бөлмесі болады, тағы да қонақ бөлмесі болады, дұрыс айтасыңдар. Жер үйде тағы да ең басында неден қаланып басталады? Неден басталады? Шатырдан басталады ма? Жоқ. Кірпіштің астыңғы жағында. Ірге тастан болады. Жақсы, отырамыз. Келесі топ, ағаш үй. Келеміз ағаш үй сендердің қастарына бармын. Отыра беріңдер. Отырып тұрыңдар.